Баршаларыңызға сәлем. Бүгін қатпарлы үгілмелі самса дайындаймыз. Каналға тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Еліктен өткен ұнымызбен холодильниктен шыққан сары майымызды езгілеп, қолдың көмегімен крошка жасаймыз. Бөлек ыдысқа қаймағымызды, тұзымызды, жұмыртқамызды салып, жақсылап араластырып, крошканың үстіне құямыз. Қолдың көмегімен жұмсақ қамыр илейміз. Қамырымызды илеп болғасын, бетін 10-15 минутқа жауып тындырып қоямыз. Енді қамырымызды ұнның көмегімен жаямыз. Бізге жұмыс істеуге ыңғайлы болу үшін қамырымыздың үстіне еріген сары майымызды құйып, шетінен ширатып, ұлу тәрізді формаға келтіреміз. Морозилкеге 1 сағатқа қоямыз. Жұмыс істеуге ыңғайлы болу үшін. Самсаның начинкасына келетін болсақ, фарш, пияз, бұрыш, тұз салып, бәрін біріктіріп, жақсылап араластырып аламыз. Енді самсамызды жасауға кірісеміз. Мен қамырымды 50 граммнан бөліп алдым. Самсамызды түйеміз. Түйіп болған самсамыздың бетіне жұмыртқаның сарысын жағып, күнжіт сеуіп, 180 градуста 30-35 минут пісіріп аламыз. Самсамыз дайын. Ас болсын, жасап көріңіздер. Каналға тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар.